Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге өте оңай пирогтардың бірі варенье пирогтың рецептісімен бөлісемін. Өзі сондай жасалу жолы өте оңай, әрі песочный өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ал ендеше біз ең әуелі қажет заттардың барлығын алдын ала өлшеп аламыз. Бізге жұмыртқа, қант, ертілген сары май және де ұн, варенье қажет болады. Ең әуелі жұмыртқамызды ыдысымызға салып аламыз. Содан соң қантымызды салып, екеуін венчикпен бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Үстінен үй температурасына еріп тұрған сары майымызды салып, жақсылап тағда араластырып аламыз. Содан соң разрыхителімізді салып, ұнымызды да салып, ең әуелі венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз кішкене қоюлай бастағанда қолымыздың көмегімен қамырымызды илейтін боламыз. Содан соң қолымыздың көмегімен жақсылап ию қанғанша илейміз. Бұл қамырымыз дәл қазір өте жұмсақ болып тұр. Құрамында сармай болғандықтан, сол себепті мұздатқышқа 10-15 минутқа салып алатын боламыз. 10-15 минуттан соң қамырымызды алып, екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін үлкен, бір бөлігін кіші. Үлкен бөлігін дәл осылай жайып аламыз. Содан соң формамызға салып жайғастырамыз. Менде 24 сантиметрлік форма, кішкене ғана бортик шығарасыздар, шет-шетін шығарып, дәл осылай түзулеп шығасыздар. Өзіңізге ұнаған немесе үйіңізде бар кез келген вареньяны, яғни тосапты салып, егер сіздерде варенье болмаса, джем қолдануға да болады. Дәл осылай бір тегіс етіп шығамыз. Содан соң екінші бөлік қамырымызды да дәл солай жайып, орташа етіп жайып аламыз. Бұл қамырымызды арнайы кескішпен кессеңіздер өте әдемі болып шығады. Егер сіздерде арнайы кескіш болмаса, кәдімгі пышақтың көмегімен дәл осылай ленталар кесіп шығатын боламыз. Осы ленталарды вареньяның үстінен әдемілеп жайғастырып шығамыз, дәл видеодағыдай. Бірінші дәл осылай қойып шығамыз, екіншісін дәл осының үстінен әдемілеп қойып шығатын боламыз. Бізде осындай әдемі формалар пайда болды. Барлығын толығымен жайғастырып болған соң, өз қалауларыңызша бетіне жұмыртқа жақсаңыздар да болады. Мен кішкене қызыл әдемі болып пісу үшін жұмыртқа жақтым. Содан соң 200 градуста 25-35 минут пешіңіздің ыңғайына қарай пісіріп аласыздар. Осымен біздің пирогымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді болып шығады, песочный болып. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдағы уақытта көптеген видеолар күтіңіздер. Менің парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ләззат, баршаңыздың назарларыңызға үлкен рахмет.